Валлати тахафуна нушузахунна фағизухунна фахджурухунна фил мадажи вадрибухунна. Енді не деді? Енді бір кейбір әйелдер бар дейді. Олардың шектен шығуы, сені тыңдамай қоюы, саған қарсы келуі, саған сөз қайтаруы, айтқаныңды істемей қоятындай белгі таныта бастаса дейді. Қарап отырмайсың сен о кезде. 3 шарт қояды Құранда. Ондай тыңдамай қарсы шыққан әйелге ер адамның 3 жолы бар. Бірінші, фағизухун, уағыз насихат қылыңдар дейді. Екінші, уахджурухунна фил мадаж, төсекте тастап қойыңдар дейді. Үшінші не дейді? Ұрыңдар дейді. Анау жаңағы Шаншардағы кім айтады ғана? Өлібек. Ей, анау ұр деп тұрған әйелді ұрмай жындысың ба дейді. Өзі белгі береді дейді. Белгі береді. Ала не деді? Өзі сондай тыңдамай сөз қайтарып, қарсылық білдіріп, айтқаныңды істемей. Деп белгі береді. Мысалы айтты, мына ата-анаңды бауырың айтса, сол асырасында неге бізбен тұрмақ па? Немесе жаңы қалада тұратын болса, ауылынан бір бауыр келетін болса, не мыналар топырлап келе береді? Деп уже белгі береді. Немесе айтады, не сен дейді, біреулердің еркек құсап, не көп әкелмейсің, не бар осың ма сен тапқан таянғаның? Уже белгі береді, қызыл жанады. Сол кезде не істейсің? Ей дейсің, қой дейсің, бірінші уағыз айтасың. Ай, Құдайдан қорық дейсің, оған айтасың. Құдай бар, ақыретте сұраласың. Жоқ, тыңдамайды. Ол тыңдамайды, өзі сондай. Қисық қой, қисық қабырға. Сол кезде не істейсің? Төсегіңді бөліп тыста дейді. Яғни теріс қарап жат деген сөз. Қарамай қой дейді 2-3 күн. Ол ауыр нәрсе. Қазақ айтады, жалаңаш жау алмай қоймайды дейді. Әлсізбіз ғой, бейшара. Ой, жарайды деп шешініп қалса, мүмкін сып қаламыз да, ашуымыз басын. Сондықтан не дейді? Құранда не деп отыр? Сен қарамай қой дейді оған. 1 күн қарамай қой, 2 күн қарама, 3 күн қарама. Тіпті қалай сені арбаса да. Сол кезде ол сезіну керек, жалғыз қалғанын. Қазір тез қарап жатқаным бұлай тұрсын, тіпті үйден шығып кетсең де қайғырмайтын болғанда қатындар. Кетсең кете бер, өзің келесің ит боп дейді. Сондай біз ынжық болғаннан кейін солай айтады. Оған да көнбеді. Уағыз айттың, жақсылап тұрып. Насихат қылдың. Уағыз тыңдаттың, айта алмаса. Теріс қарап жатып алдың 3 күн. Нәтиже жоқ. 4 күн жаттың. Енді 3-ші қағида бар, не дейді? Вадрибухунна, ұрыңдар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деген, ғайру мубарри, яғни бір жарақат салып, бір дене мүшесін сындырып қоймайтындай деңгейде нұқып алу керек, қазақша тілмен айтқанда. Біреулер айтады, оны мисық сияқты бейді. Ол сен тыңдайын деп тұрған еді. Сондықтан кезінде қазақтың шаңырағында не үшін қамшы ілініп тұрған? Қамшыны ананы көрген кезде тәубасы есіне түсетін болған ғой. Дейді, ананы көрсететін болған. Болды. Өйткені ол қамшыны бір жегенде олар. Одан кейін қайтып сен оның дәмін татып көр, бір қамшының дәмін татқаннан кейін. Сондықтан пайғамбарымыздың Табариниден жеткен бір хадисі бар. Үйлеріңде ілулі тұрған қамшыларың болсын деген. Қазақ оны ауадан алған жоқ. Қазір сен 10 қамшылық қойсаң да бесполезно. Өйткені ол қорқпайды сенен. Сондықтан қатынды бастан деп содан айтқан ол. Бірінші күннен, мынау сенің міне. Если что туда-суда кететін болсаң, онды сол қиқаңдайтын болсаң, міне сенің жауабыңды біліп қою керек. А сен қалай айтасың? Басын өзінше махаббат, сүйем, күйем, мен сені кешем. Беріліп қойғасың ғой сен.
Одан кейін бір бала туғаннан кейін мүлдем бітесің, бітті, сен анау күшік боласың. Шап десе шабасың, отыр десе отырасың, тұр десе тұрасың. Енді ажырасайын десең балаңды қимайсың, сосын жүресің, баламды қимаймын, ай мазасыз баламды қимаймын. Сен еркек емессің сен. Негізі Құдай билікті саған берген еді, өзің айырылып қалған. Білесіңдер ме, биліктен айырылып қалсаң, оны жете алмай қаласың. Отырып алғанда адамдар түспейді ғой биліктен. Бітті, ол отырып алды ма түспейді одан кейін. Сондықтан мықты болу керек. Құран айтып отыр, еркектер, сендер үстемдік қылу үшін жаратылғасыңдар. Басшылық қылу үшін жаратылғасың. Шешім қабылдау үшін жаратылғасыңдар сендер. Міне біздің қазіргі кейпіміз. Сондықтан біз өзіміздің бабаларымыздың ұстанған дінмен біте қайнасқан мәдениеті қандай болған? Қандай болған? Ұмытпауымыз керек. Орнымызды ұмытпауымыз керекпіз. Міне бұл сол анау бақытты болудың механизмінің бірі, бастысы. Ер адамның үйде үстемдік қылуы, әйелдің оған бұйырылуы. Қараңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам деді, егер Алладан басқаға сәжде қылуды бұйырған болсам деді, әйелдің күйеуіне сәжде қылуын бұйырар едім деген. Қашан әйел күйеуіне бағынады, ол жерде береке болады. Береке болады. Мысалы, яғни достарым кепті шақырайын десең, неңмен шақырасың дейді, бітті, үндемей отырасың. Жігіттер қалайсыңдар, қош келдіңдер деп қойсын, шақырамайсың деймін. Сен айтуыңа, бүгін достар келеді, ас дайын болу керек, болды. Ақылдасудың қажеті жоқ, достарым келген екен, соны кешке шақырсам ба екен, болды, келеді де, бітті. Ой, ауылдан ағай кепті дейді, кесе не бопты дейді, үндемей шайыңды ішіп отырасың. Бүгін асың дайында, ауылдан бауырым келді деуің керек, бітті, ас дайын тұру керек үйінде. Сол бақытты, ақылды әйел, сол барды ұқсату. Ол не анау жоқ, мынау жоқ демейді, қолындағын ұқсатып, ырза қылады. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам деді, 5 уақыт намазын оқыса, оразасын ұстаса, абыройын сақтаса, ерінің көзіне шөп салмай. Еріне бойсынса деді, 4-ақ нәрсені айтты. Ол әйелдің жәннатқа кіруіне мен кепіл боламын деді. Сондықтан әйел адамға Құдай разы болмай, күйеуі оған разы болмайынша. Сондықтан бұл қасиет, бұл шариғаттағы, отбасындағы қажет болған істің бірі ер адамның үстемдік қылуы. Сондықтан ғалымдар мындай нәрсе айтады. Егер дейді, еркегі билеген үйдің қызын алсаң дейді, ол бағынып тұрады саған дейді. Өйткені анасының әкесіне бағынғанын көріп өскен қыз дейді. Ал үйін қатын билеген үйдің қызын алсаң дейді, ол жаңағы анасының әкесіне үстемдік қылғанын көріп өскен қыз дейді, саған да үстемдік еткісі кеп тұрады дейді. Сондықтан шешесіне қара деген сол ол. Қандай кісі ол? Күйеуіне бағынатын кісі ме, бағынбайтын кісі ме? Ол ана сұлу пұлу ма деген емес ол. Түсіндіңіздер ме? Не үшін айтты қатын алма, қайын ал деп? Не үшін айтты? Қатын алма, қайын ал деп. Қазақтың сөздерінің бәрі керемет. Просто соны жүзеге асырмаймыз біз. Міне сондықтан иншалла сол бақытты болудың шарттарының бірі ер адам үшін үйде үстем бола білу, әйел адам үшін істеу керек, күйеуіне бағына білу. Бұл ең үлкен бақыттың басы. Одан кейін кете береді. Бір тапқан таянғанды ұқсату, оны үнемдеу. Ол алдағы дәрістерде иншалла біз арасында
қол тиген кезде оны тоқтап отырыңыз. Сондықтан бүгіннен бастап жақсылап міндеттеңіңізді біліп алыңыздар. Бірінші міндетіміз не? Отағасы. Неге отағасы деді? Қазақ. Сондықтан ер адам отбасының қазығы, тірегі, бастығы, шешім қабылдайтын сол болды, пеш атсуға. Сондықтан мына жастар ертерек ойлану керек. Біз енді кешіктік енді. Бірақ мына сіздер жібермеу керек оны. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا